жар күнім, қадам бас мойыма жақсының барлығын шиіп өз бойыңа жайлаған қиырда ел жұртың жиылды тосау кезер тойыңда. Тәй балапан құтты болсын қадамың, тәй балапан таудай болсын талабың, тұсау кезер тойыңда бауырды сағайындай қуанышты хабарым қадам басқан баланың сүйінші сәдай дайында. Жан жағын ертеңге талпындың, еліңнің халқыңның ақ батасын ал жаным. Тәй балапан құтты болсын қадамың, тәй балапан таудай болсын талабың, тұсау кесер тойыңда бауыр дос ағайынға қуанышты хабарым қадам басқан баланың сүйінші сәдай дайында. Құтты болсын қадамың, тәй балапан таудай болсын талабың, тұсау кесер тойыңда бауыр дос ағайынға қуанышты хабарым қадам басқан баланың сүйінші сәдай дайында. Ақтарына ән салам, ақ тілегім қаншама осындай той ағайын жұғысты болсын баршаңа. Қазағым тойдан шаршама. Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Ботақаным
Халқымыздың асыл арманы еді ай. Берекелі қазақ жері ең берекелі, дәстүрлері ырыс болған қазағымның бұл ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той, ай шіркін ай. Құда түсу сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу ой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеден, қыз балаға жарасады алқа шашпау сәукеле. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын, ата баба көзіндей ғып сақтай қазақ дәстүрін. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той, ай шіркін ай. Құда түсу сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Рахмет, жиналдық, сыйландық, той төріне жайғастық, мөлдір атты Жетісудың сәнді сарайына, көз жүгірсем жақсы жайсаң маңайыма, көріп жүрміз куә болып, дәл осындай қазағының торқалы думан тойының талайына. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, бүгінгі тойға келген ағайынға деп амандасайық. Той құтты болсын. Рахмет, мен де сізді дәл осылай қолдап өтім, ақ тілекті ақ жүректен жолдап өтім, үлкендер қоңырылдық түрден бала берсе, ақ жүрекпен әумейін деп оңдап өтім. Мінекей бір Алланың қуатында, жер жанаты Жетісу, Қызылағаштың суатында, Рамазан атты серіміз бір жасқа міне толған екен ағай, бір ұтыққа қойық. Нағыз жүйрік бәйгеде алға қарай ырғима, сағат деген тоқтаусыз алға қарай жылжима. Бүгін міне барша құда жекжат ағайын туыс дос-жаранның басын қосып, шын шаттанып, той жасада жанғазымен гүлмен деп бір құрмет көрсетіңіздер ағайын той иелеріне. Барша ағайын бір ниетпен мөлдірдің төріне енгені бар, болашаққа ұрпақтың арқасында сенгені бар. Аталарым, апаларым көненің көзі болған, сан қиынды белгілі жеңгені бар. Ал бір құттықтап қошемет білдіріңіздер, Асуан мен Ақнұрдың еңбегі бар деп құрметті қойыңыздар. Ал енді көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, бүгінгі тойымыздың өзіндік өрнегін қозғай отырайық. Әрине тойды бір адам жасайды, барша той қонағы атқарады дейді ардақты ағайын. Сіздердің тыныштық сақтап отырғандарыңыз, біріңіз тілек айтқанда біріңіздің құрмет еткеніңіз, той иесіне қол ұшын бергеніңіз екен ағайын. Сондықтан енді бүгін мен асаба болып, Қызылағаштың асабасы болып, осы тізгін ұстап келгеннен кейін санаулы осы бір 4-5 сағат уақытта бір-бірімізге құрмет етіп, тарихта қызыл әріппенен бір беттетіп кетсек деген ниет, көп түкірсе көл болады, тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Әрине бүгінгі таңда жер жанаты Жетісуды күллі Қазақстанға дәйгелеп дәлелдеп жүрген сұлу да сымбатты қыздарымен, әншілерімен, сымбатты жігіттеріменен ең беделді бір тойдың қыздарына кезек берейік. Той шымылдығын сіз болып, біз болып ашайық. Той боласын. Ай
жолықпайық сыздарына. Ағайын бір қошемет білдіріп қояйықшы, тойдың шықылдығын әсем әнмен ашып жатқан VIP тойдың жігіттері мен қыздарына деп бір құрмет көрсетейік. Ал енді бүгінгі той өзге тойдан өзгерек. Осы тойда айтылатын бата тілек сөз бөлек. Себебі Рамазан атты батырдың болашақта қазақтың мақтанышы болуын шын жүректен көздебек. Дұрыс па? Көздегеніміздің дәлелі болсын, мен ортаға шақырайын. Төрімізден Дархан мырза және де Нұрғазы атасын шақырайықшы. Рамазанның ұрпағы өсіп өніп соңын дерсін деген ниетпенен ырымдап жатырмыз. Рамазанның оң қолынан және сол қолынан жетектейді Дархан мырза менен Нұрғазы атасы. Есепші бола ма, ақ-қанатқа салжан бола ма, білімді дарынды бола ма, қалталы кәсіпкер бола ма, мақта білгір шофер бола ма, күйші, әнші бола ма деп ырымдап. Келіңіздер, жақындаңыздар. Рамазан мырзаны шошытып алмай, оң қолынан сол қолынан ұстаңыздар. Және де мен ортаға шақырамын қазір. Сіздер асықпаңыздар. Сіздер оң қолынан сол қолынан жетектейсіздер. Ыдырыс атамызды шақырайық. Арнайы тұсауын кесу үшін Рамазан батырдың Ыдырыс атасын шақырайық. Бір қолынан сіз ұстаңыз, бір қолынан сіз ұстаңыз. Қазір бірінші тұсауын кесіп аламыз. Ыдырыс атамдар ма? Мені оң жағын өтіңіз Ыдырыс ата. Оң жағын өтіп, ақ батаңызды беріп, тұсауын кесіңіз. Ал ағайын, шылдарымызды бұрышылап, алақанымызды уыстап, ақ батаға ықылас етейік. Әумин. Сұрасаң бата берейін, үстел болсын берейін. Әрқашанда осы еге қуанышқа келейін. Жақсылық осы үйден кетпесін, жаманшылық етпесін. Малды болсын, жанды болсын, тек құрысының алды болсын. Амин Аллаху акбар. Әумин. Айтқан ақ батаңыз қабыл болсын. Бисмилла деп мінекей. Аз-қаз балам, қадам басқан мәз болам. Сауырды кесейін, күрмеуімді шешейін. Жаңа жұтқа қосайын деп аталарымыз, әжелеріміз айтып кеткен екен. Бір бейт уақыт берейік, өзі ойланып, өзі қанғасын. Өзі. Зорлық жасамаңыздар. Ала бер. Әреке, ала бер. Қайсы байды? Бәрекелді. Мәрзадастан кәлімін алып жатыр. Қошеметтеріңіз болсын. Құрметтеріңіз болсын. Шашылдан алыңыздар. Сіздерде ұрпақты болыңыздар. Рамазан сияқты немере жейіңіздер, шөбере жейіңіздер ағайын. Екі мәрті алды. Қошеметтеріңіз болсын. Рамазан батырда алайық. Ажақта ашайық, халықта көрсіп, айтып алып тұрған дие. Рамазан айтты, ақша керек емес деді. Білімді ата-анам болса бұлайды алам деді. Халық аман болса деді. Мен осы ата-анамды ата-әжемді арқылы ары-бері тойға шаққылап жүрейін деді. Мінекей, Гейвагеннің кілтін алып жатыр. Қошеметтеріңіз болсын, Рамазанға құрмет болсын. Той құтты болсын. Тәрлетіңіздер, құтты орындарыңыздан көрініңіздер, бата тілекпен өріліңіздер. Мұсылмандық міндетін ұмытпаған, осы Рамазандай немерелер өсіріп тұнықтаған елміз. Жақсылықты дәріптеп құрықтаған елміз. Сондықтан дастархан батасын алайық, әрине алға адалынан асып қойылғаннан кейін Бекенай құдамыз қайдастарханда. Бекенай ағамыз. Келіңіз, орныңыздан тұрыңыз, ағайынға, халыққа бетті бұрып, ақ батаңыз білеріңіз. Ақ дастарханның батасын алайық. Әумин. Дастархандарыңыздан ақ кетпесін, бастарыңыздан бақ кетпесін, өліге иман, тіріге береке берсін. Е Аллахына өмірге келген бір жасқа толған Рамазанымызға Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін, жарқын өмір берсін. Еліміздің елеулі азаматы болсын, тұлға болсын, дана болсын. Соны азамат қылуға Алла Тағала ата-аналарына, ата-әжелеріне
еліне күш қуат қайрат берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тойда кездесуге Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Бисмиллахи. Әумин. Айтқан батаңыз қабыл болсын. Егі құламызда қуанып толықтырған бойға қара, Ақбададағы айтылған сүбелі ойға қара, атамыздың Ақбадасы қабыл болсын, жолы қайып деп ағайын торқалы тойда ғана дейміз. Той қойыласын, қалдаға астылдың Ақбадасы берілді, тойдан шақырылған қонақ толықтай көрінді, ендеше тартынбай алып шіржеп отырыңыздар ағайын. Рахмет. Алағайын, тойға жаңа ғана қалан басып, тізебіліп жайғастық, асықпайық, саспайық, алға қойған алаласты сұрап етіп шашпайық. Той жаңа басталып жатыр, телефонда әрбір дені сылтауып тысқа қарай қашпайық. Бүгінгі текті қонақтарда рұқсат болса, ұлы тойымызда, бір жастық тойымызда, Рамазан батырдың тойын бастайық ағайын, той құтты болсын. Рахмет, жаңада айтып жатырмыз ғой, өткендер құрмет етіп, бүгінгі күнді тарихта бір бет етіп, айтулы уақытында келіп, төрімізге еніп, Ақбадасын томыруды беріп жатыр. Дейдірғаменде батаның орны бір бөлек, ортаға келіп, ақ тілек айтқанның жөні бір басқа дейді. Сондықтан ағайын, осы тойда шын жаттанып күлсем деді, Рамазандай ұрпақтардың қадірін шын жүректен білсем деді, Рамазандар атқа қонып, таққа қонып, сигадеге тізгіндеп темір тұлпар мінсем деді. Ал ендеше ордаға кеп ақ-тілекті арнасынша той жасаған әулеттің қазыналы қарттары, үлкендеріне бүгінгі тойымыздың төріндегі қазыналы қарттарымызда, ата-апаларымызда толықтай шақырайық. Шакура апам бастап, Жұманбай атам қостап, Гаухар тәте, Гуля тәте, Қуат, Роза, Нұрғазы, Жадыра, Сандуғаш, Таня, Болат, Индира, Зариф, Сара, Серікқан, Ақмарал, Елтай ата, Насихат тәте, Бауыржан, және де Гүлнар, Ерахмет, Бақыт, Өсімбай, Сәуле, Айша, Қарылғаш, Өкен, Жанар, Саят, Құралай дейді. Аты аталған әулетіміздің үлкендерін бөле жармайық. Атасы мен апасының туыстары толықтай келсін Рамазан батырға. Ал билен керек, көтерілді көңіл билен керек. Бүгін той, бүгін шақырай, бүгін береке, бүгін береке. Рамазанның қадірін біліп керек. Рамазанның тағыған ізбасарлары көп болады деп үміттенейік ағайын. Рахмет.
Ал енді сіздердей көнегөз қазыналы қарттардың жолын берсін, Рамазан Батырдың ұрпағы өсіп өніп соңын дерсін. Ал әрмен қарай енді кітепті кім бастайды, сіз біз деп шектелмей, үлкеннің жолы ұлы жол деп өздеріңізді төре тілек етіп толықтай шақырдық, бөдей жарған жоқпыз. Сыйластықтың үлгісін көрсетіңіздер, мынау өсіп келе жатқан жастарға үлгілі жол салып беріңіздер деген ниетпен микрофон ұсынайық. Кім бастайды? Ең үлкеніміз әжемізге микрофон ұсынайық. Қадірлі қауым, бүгін мына Рамазан баламыздың бір жасқа толып, тұсаукесер қуанышына Құда жаттар, ағайын туыс, жолдас жобалар міне жиналып отырған екенсіздер, келген екенсіздер. Көп рахмет, қош келдіңіздер келгендерге. Рамазан жасыңда Алла ұзақ болсын, өмір жасың ұзақ болсын, деніңді Алла сау болсын. Ата-анаға сері көп, атаға, апаға қадірет жаным, үлкен жігіт көп, атаға, апаға қамқор болып, әке-шешеге қамқор болып. Әпкемнің шөбересі еді. Жігіт көп. Менің әпкемнің мысалы шөбересі. Әпкемнің тек қана өмірде ерте кетіп қалды. Осы қуанышты көре алмай, соған менің жүрегім ауырады ғой. Тірі болса, осы қуаныштың ішінде жүрмеймін. Sizin de şöyle koy. Siz yanımda. Апа қуаныштан не істерін білмей, мені де шатасып Рамазан деп шейін жүрмесін қазір. Әрмен қарай апалар жалғастырсын, тыңдайық, тыныштық сақтайық. Құрметті қауым, осы тойға жиналған адамдарымызға гүл берсін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, жақсылық тілеймін. Ал енді ағайын туыс, бүгін Шағатай ағамызбен Роза жеңгеміздің ауылетінде үлкен қуаныш болып жатыр. Шөбересі бір жасқа толы, соны Гүлмира мен Жанғазы атап өтейін деп отыр енді. Енді ол кісілер де бір аудан жатқан шығар, осыны біліп. Енді Асылор мен Ақнұр, Гүлмира мен Жанғазы мына кішкентайлардың жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, өмірі жасы ұзақ болып, енді тек қана сіздерге қуаныштың жақсылығын әкелсін. Енді осы дастарханға тек қана жақсылық тілеймін, осылай тек қана жақсылықта басымыз қосыла берсін. Барлықтарыңызға заманымыз дұрыс, аспанымыз ашық болып, осылай күліп ойнап жүре берейік. Баламыздың денсаулығы мықты болсын, тек қана қуанышын көрсетсін. Енді мінекей бүгінгі күні мінекей Гүлмира той жасады, немерелерімізге құтты болсын, немерелеріміздің жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, әке-шешесіне қызығын көрсетсін, сіздерге де қызығын көрсетсін. Аман есен болыңыздар. Құда жаттар аман болсын, ағайын туыс жаттар амандық болсын. Енді нәйтіп тойдан той бола берсін, тойға келе берейін. Ассалаумалейкум, құрметті қауым. Құдалар төрде саламатсыздар ма? Жерлестер, туған туыстар, міне өмір деген тез өтті. 2 жыл бұрын құдалық хабармен
сол кезде тілектер оралып балалы болсын деп міне Рамазанымыз 1 жасқа толып отыр. Не дейміз енді? Қуанамыз бәріміз, құтты болсын. Жасына жас қосыла берсін. Осы өмірде сүрінбей, тайынбай, дені сау болып, екі жақты қуантып, үлкен азамат болсын. Аруақтар көмектесsin. Бәріміз де аман болайық. Дастархандар тек қана адал, таза дастархан осындай тойға жайылсын. Енді әке шешесіне денсаулық керек, апасы мен атасына соның қызығына тоймай, дендерің сау болып, мына өмір баспалдақта Рамазан әрталай қуантады. Соған аман жүрдер, артынан ере берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, бақытты болайық бәріміз. Ал енді Жарғазы Гүлмира немерелерінің тұсауы құтты болсын. Сендерге тек қана жемісті жерсін, апасының мамасына. Әр уақытта осындай мол дастархан болсын, бәрі жақсылық болсын. Гүлмира Жанғазы, мына той үлкен той, құтты болсын. Алғашқы немерелерің міне бірінші қызығын көріп жатсыңдар. Қадамы құтты болып, жасы ұзақ болып, дені сау болып, сендерге қызығын көрсете берсін. Ортада міне төрде құдалары отыр, Рамазанның нағашылары. Міне бұл той сіздердің де қуаныштарыңыз. Әрқашан өстіп жеңгеніңіздің жақсылығына қадам басып келе беріңіздер. Сіздерге денсаулық бақыт тілеймін. Ал әрмен қарай тағы тілекті төрден тұрып келгеннен кейін сіздерді шектемей, ертерек бастап жатырмыз. Тілек тыңдайық, құрметті дейік ағай. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Құрметті Жанғазы Гүлмира. Біздің Рамазан баламыздың тұсаукесер тойы жасап жатқан той құтты болсын. Рамазан баламыз денсаулығы мықты болсын. Осы Рамазан баламыздың осы бірінші Қазақстан азаматы бірінші қатарында болсын. Оның денсаулық бас амандық. Одан енді сендердің бәрі жақсылық содан көріңдер. Бізді қазақтардың тойы бітпесін. Осылай жыл сайын осындай жақсылық тойды көріңдер. Ал енді қауым сіздерге Жанғазы Гүлмираның жолын берсін. Сіздерде де той болсын. Бәрімізге аманшылық, бас амандық, бәрімізге жақсылық. Құрметті қонақтар, құдалар, бүгінгі той құтты болсын. Жанғазы Гүлмира ақын Аслан бүгінгі Рамазанның тұсаукесер тойы құтты болып, дені сау болып, үлкен азамат болып, апасы мен атасын, нағашы атасын, апасын, екі жақты мама папасын қуанта берсін. Гүлмира Жанғазы, сендер осылай жиі тұсаукесер той жасап, немере сүйіп жатсыздар, шөбере сүйгенге Алла нәсіп етсін. Сол бәрімізге осы той жұмысты болсын. Сол тек қана жақсылық, Рамазан үлкен азамат болып, биіктен көрейік. Ал енді құрметті көпшілік қауым мына дастарханға жиналған. Той құтты болсын. Жанғазы Гүлмира, енді мына немеренің 1 жасқа келгені бар, тұсаукесер той құтты болсын. Өздеріне зор денсаулық тілеймін. Кішкентайымыз өніп өсіп, жақсы, жолы ашық болып, үлкен азамат болсын. Қатары көбейе берсін. Асуан мен келінде аман есен болып, осы тек қана бізді жақсылыққа, қуанышқа кеңейте берсін. Той-тойға ұлассын, қазақтың тойы бітпесін. Кеш
кеш жарық, құрметті тойшыл қауым, Жанғазы, Гүлмира, Асуан, Ақнұр, нағашы атасы мен апасы, бәрілеріңізге той ортақ, Рамазанымыздың қадамы нық болсын, дені сау болып, ой сүндет той екен, бірінші классқа барған тойы Рамазанымыз деп шапқылап жүре берейік, артынан бауыр інілері ере берсін. Тойға оласын. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгін Жанғазы мен Гүлмираның тойы құтты болсын. Рамазанымыз бірге толықта бірінші той ғой. Тойы бітпесін осыдан тойлап жүре берейік. Рамазанымыз үлкен осы Қазақстан биік азамат болып, биіктен көрсін. Ал бәрекелді, бұл тойды біз қалайша жиындайық, есесіне той иесі атынан бізге берілген сыйым дейік. Әрмен қарай осы екі апайымыздың тілегімен түйіндейік, е? Сақтайық. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Бүгін осы жиналып отырған себебіміз Жаңғазы жездеменен Гүлмира әпкемнің шаңырақ жасында қуаныш болып жатыр. Көптен күткен немеренің үйге келіп, енді міне көзді ашып жұмғанша уже сауын кесіп жатыр. Жаңағы онын арқасын енді Рамазанға тілейтінім жаңағы жақсы бала болып өссін, жақсы жағынан көп жаңағы қуанта берсін. Рамазанның артынан тағы да інілері, қарындастары есе берсін, көбейе берсін. Енді неге айтамын, бәрі жақсылықты тілеймін. Барлықтарыңызға сый-шар, тойға оласын. Гүлмира әпкем, Жанғазы тойларыңыз құтты болсын. Немерелерің қадамы нағыз болсын. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Саналы сарихал азамат болсын. Барлықтарыңыз отбасыларға қуаныш той болсын. Артынан ұрпақтар көбейіп өсе берсін. Рахмет, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, төлін деп ауыз толтырып айтқаннан кейін әр жақтан келіп жатырмыз, алыс жақтан келгеннен кейін толықтай тілек айтқыздық. Бәріміз сөйледік па? Естен сүренткен сүйек бір жиналып, бүгінгі күн ертеңгі тарихти. Той құтты болсын, той әуелі бізден, би сізден болсын ағайын. Ал, той құтты болсын. Қосылып билеуге болады. Қырық билеуге болады. Жүз билеуге болады ағайын. Рамазандарға сеніп жүру керек. Соңған енді жаңа соңына дейін билет келіп орнына жайғасып жатқан аяулы апамызға той иесі атынан толықтай сыйлық болсын. Шәкірт аяға би дегеніңіз үшін. Есіңіз кім апа? Ай, бәрекелді. Апамыздың жасын берсін, ұрпағын өсіп қасын берсін дейміз. Ал енді ағайын, қазақтың ең бақытты сәті Жанғазы мен Гүлмира шақырғанда кешікпей тойға қарай беттегені
Рамазандарда шектесе жамандықтан шектегені, тойға келген ата әжелердің көкейіне құнды бата көктегені, ендеше беу ағайын алдарыңызды жайлап, асқазанды сайлап отырыңыздар, алдымызға ыстық ет келеді деп үлкен асталдырайық. Тартып өтейік, табыстайық, қарыз алып, қабыл алып отырыңыздар. Той болсын. Ендеше алдымызға ас келді, асқа бата берейік деп тойымыздың төріндегі Амантай ұлымыздан илаһи әумин деп білек көтеріп қол. Бастарына бақ берсін, немеселеріне ақ берсін, құрда жүрген қызылды үйлеріне ақ берсін. Қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын, шүкірлігі үйінде немелеріңіз көзір болсын. Әумин. қазақтың ет жегенде, осындай бақытқа кенеліп отырғанда, ақ тілектер төрінен жөнеліп отырғанда сіздерді мазалағандай болмайық, есесіне бағана мақтап тұрып ауыз толтырып, қойымыздың шымылдығын аштырып, шаштырып жатқан бек тойлы қыздары сіздердің көңілдеріңізді көтерсін. Тойдың тәмтіздігі ретінде қазақтың тойында қазақ биін тамашалап отырып, ет жегенге не жетеді ағайын. Қарыз алып қойыңыздар.